Бұл видеода біз Google Classroom'ды қалай пайдалану керектігін қарастырамыз. Google Classroom оқу үдерісін ұйымдастыруды жеңілдететін онлайн сервис. Ол тапсырмаларды басқаруға және материалдармен алмасуға мүмкіндік береді. Оның артықшылықтарының арасында ыңғайлы интерфейс, Google қызметтерімен интеграция және қолжетімділік бар. Google есептік жазбасын пайдаланып, classroom.google.com сайтына кіріңіз, немесе Google қолданбаларының арасынан Classroom'ды таңдаймыз. Сынып құру үшін қосу белгішесін басамыз, оң жақтағы. Мына жерде создать курс таңдаймыз. Ашылған терезеде сыныптың атауын, сипаттамасын, пәнді және кабинет сияқты негізгі мәліметтерді енгізіңіз. Сынып құрылғаннан кейін негізгі бөлімдер ашылады. Олар ағым, тапсырмалар, қолданушылар және бағалар. Ағым хабарландырулар, жариялау, талқылаулар құру немесе оқушылардың сұрақтарына жауап беру үшін қолданылады. Тапсырмаларда оқу материалдарын жасау және басқару. Қолданушылар оқушыларды қосу. Бағалар оқушылардың нәтижелерін бақылау. Google Meet арқылы бейнеконференциялар өткізуге болады. Оқушыларды қосу үшін қолданушылар бөліміне кіреміз және оң жақтағы оқушыларды шақыру түймесін басамыз. Ашылған терезеде сілтеме болады, соны көшіріп электрондық поштамен жібереміз, немесе сыныптың бастапқы бетінде сынып коды берілген, соны көшіріп жіберуге болады. Тапсырмалар бөлімінде әртүрлі материалдарды, құжаттар, презентациялар, бейнелерді қосып, тапсырмалар түрлерін жасауға болады. Материалдарды тақырыптар бойынша ұйымдастыру оқу үдерісін құрымдылық әрі түсінікті етеді. Тапсырмалардың орындау мерзімін, бағалау критерийлерін белгілеңіз. Google Classroom оқу үдерісін тиімді басқаруға арналған керемет құрал. Оны пайдаланып көріңіз де мүмкіндіктерін өзіңіз бағалаңыз.